Егер туа пайда болған дисплазия болса, балада ұршығы жоқ болады. Оны бірден рентгенге түсірмейді, басында өзіге, мен ұстап отыр. 6 айынан бастап уже рентгенге түсіруге рұқсатта. Кәдімгі односторонний дисплазия, двухсторонний дисплазия. Бір жақтық дисплазия, екі жақтық бар. Бір жағында ұршығы болады, бір жағында болмайды ұршығы кейде. Кейде екі жағында да ұршық болмайды. Оны бұлай біле алмаймыз біз, оны рентген арқылы білеміз. Дәрігерлер анықтайды. Және де жүре пайда болған дисплазия дегеніміз, уже жүргеннен кейін пайда болады. Яғни екі шаты дұрыс ашылмай қалады, сіңір тартылып. Және де ол гипертонустан да болып жатады. Основной бұған 2-3 курс массажбен кетіруге болады. Екі шатының сызығына қараймыз бірінші. Төмен сызықтар қатты маңызды емес. Бір сызығы үлкен, бір сызығы қысқа болып тұрса, оппа, уже белгілері бар деген сөз. Дереу ортопед маманына қаратамыз. Және де айналдыру арқылы қараймыз. Аяғын жайлап бүгеміз. Жай айналдырып қараймыз. 180 градусқа нормально ашылып тұр ма? Негізі 180 градусқа ашылып тұру керек. Көбінесе қыз балдарда кездесіп жатады осы дисплазиядан. Егер 180 градусқа ашылмай, ортасында тұрып қалса, уже дисплазияның белгілерінің бірі. Ондай жағдайда 2-3 курс массаж ортопед маманнан назначение алу керек. Міндетті түрде дисплазияға анықтады ма, баланы көп тай-тай басқып жүргізуге болмайды. Яғни ұршыққа добивать ете береді, дұрыс дамымай қалады. Ходунокқа ұршым салмау керек. Дисплазия барысында ходунокқа салуға болмайды, бесікке салуға болмайды мүлдем.